Ассалаумағалейкум достар, сізбен біргемін. Дейли қалайсыңдар? Бүгін біздер достар ауылдағы өмір. Өздерің білетіндей біз ауылдамыз, Сіздер лайктанды басында арнамызды тіркеліңдер. Достар, көп видео шықпай кетті. Оның себептері бар. Енді бүгін мен достар фурнитура деген модпен түсіретін болдым. Алдында қатқан еді, естерінде болсын. Кішкене қататын болса, так, нехта уже бізде компьютер, үйдің сыртымен бірінші ұйықтап алсақ, содан кейін таныстырамын достар. Так, бірінші ұйықтап алайық, содан кейін үйді таныстырамын достар. И потом далада бір как-то бір шум естіліп жатыр. И не десе, бірінші даладан бастайық. Бізде, екі этажный кузнецтан сындырып қойыптым достар, мына жақтан біз, жөндей салайық, өйткені әйтпесе мынау тесік болып қалды. Бұл жер біз енді мен мынандай камерасы бар, отыратын жер достар, демалып, ал мына жақта почта мусор салатын жер. Лаван алтсан, өзім машинам немесе сындырып тастаса болады. Өйткені мынау деген Майнкрафтты кішкене қатырғызып тұр. Енді аламыз да. Болды. Достар, мінеки бұлай. Енді нормально таныстырайын. Достар, скинам қалай комментарий жазып кетіңдер. Үйдің сыртынан көрінеді главныйды. Достар, мынандай канал қойдым. И потом ит асырайын достар, сосын. Достар, сосын мына үйдің ішін сіздерге көрсетейін, кірген кезде кәдімгі есік, модқа мод есік таба алмадым. Инақта біз қол жоғымыз көпті. Білесіңдер достар, алдында мен түсірген фурнитура мод. Мынау кішкене мынандай. Өздерін білетіндей бізде осы ключін сап қойдым. Машинадағы бірақ керек емес деген ойдамын. Өйткені біз машинаны лақтырып тастадық. Өйткені қатырғызды, дұрыс па? Ал мынаяқтан біз тамағымызды аламыз. Өйткені ана жақта орын жоқ, ол тамақ істейтін жер болған соң, мына жаққа осындай стол жай қоя салдым. Мына жақта 4 адам отырады. Жайлы, бірақ мына екі орындық мынандай қып-қызыл ше стол екі орындықтар 4-еу тамақ сыймайды. Өйткені мына жақта сезім сығылып сөйтеді. И потом мына жақта бізде монитор, компьютер дәл сондай ғой. И соткын байды. Білмеймін. Камера, білесіңдер ғой, камера дұрыс қарамайтын ше. И потом микрофон, компьютердің өзі достар. И мынандай кресло, жататын жер, шкаф неге ашылмайтын білмеймін. Мына төсек тұрғаннан кейін ашылмайтын шығар. И достар, осындай бізде зат тоқтату ойынша осылай. Достар, далада бір шум шығып жатыр. Мен кішкене демалып алайын, содан кейін достар жалғастыратын боламын. Не шум шығып жатыр далада? Күліп отыр ма біреу? Так, қандай шум тұрды? Ешек! Неғып мен қамап тұрмысың, неғып шұңқырасып тұрмысың, жөнде болды ғой. Майкл, жөнден ал енді, давай. Ха. Жөндемейм, өзі жөнде пранк. Пранк ол вообще değil. Пранк түспейсің ма не? Десең, бұндай пранк керек емес маған. Ха, өзі жөндем ал. Маған бәрібір мен үйге кеттім, давай.
Hey, ана кетіп қалдым Майкл дедім. Нервыма тиді ғой. Өзің жөндедім ме еще? Так, достар, маған бір идея келіп жатыр. Мен оны кішкене пранк істесем қалай, достар? Так, негізі ол блок қойдым, достар, әйтеуір дегенде. Енді Майклға пранк ұстағым келіп жатыр, достар. Қалай қарайсыңдар пранк ұстасам? Ол, короче, мені көріндір жаңағы есіктің алдын тесіп кеткен. Мен оған как будто бір пранк жасағым келіп тұр, достар. Давайте, достар, пранк жасаймыз. Осы мұның үй ана, білесіңдер ана цирк екен. И бүгін, короче, қазір мен дайындалам. Басыма маска киіп дегендей. Короче, достар, қазір күтіңдер. Өзім бөлімді киініп алайын. Шкафты ашып дегендей. Опа, достар, міне киіп алдық. Осы мен қорқытатын боламыз. Херабрин затымен. Короче, ол қазір үйде. Короче, достар, үйіндемін. Короче, қазір менен былай. Андайсың. Ей, мынау кім? Так, есімді құттап алайын. Так, ана достар паниковать етіп жатыр. Короче, зелень невидимости алып алайық. Өзімізге шашып жүретін болды. Міне. Короче, енді сүт ал. Қазір оның реакциясын көрейік. Так, болмаса. Ойбай. Кім мен ау? Так, мынау паниковать етіп жатыр достар. Так, главное естетпеу керек. Болды. Майклға қараймыз, достар. Қазір күтіңдер. Ей, мынау кім? Болды, достар, жоғалып кеттік. Мынау кім? Мынау кім тағы да бисмилля. Ё-моё. Қаштым. Ей? Тупой. Достар, пранк шеттен шығып кетті ау деймін. Пранк шеттен шығып кетті. Короче, достар, анау деген вообще. Пранкқа да тұрмайды адам болған ау. Бір пранк ұстай қойып. Шығып қашып кетті ғой. Пранк осындай болды, достар. Мынау деген үйін сындырып қашып кеттің. Прикинь. Мысалы, ол мен үйімнің асын сындырып кетті. Пранк істей берді. Осындай пранк ол. Мынау деген ол пранк жасап бірден кетіп қалды. Чё? Непонятно, короче. Енді, короче, достар, үйге барып бір тынығып алам. И содан кейін, короче, қазір видео бітеді. Уже өйткені, короче, өзені білесіңдер, түн болды. Менеке түннің жартысы да тауы. Мен кеттім, короче, тамағымды жеймін, сосын барып жоқтап алам, короче. Немесе кейінгі видеода достар қызықты қылып шығаратын болам. Ал ендеше достар, давайте мен қазір ұйықтаймын. Так, компым қалып кетті. Ал ендеше достар, давайте.